адамдар бар. Бар, рахмет. Біз ауылдың қыздары ғой. Сәл билет таппай, ана кіргізіп жіберші, шегесін сахнадан бірден прямо. Ой, тұрсын деп қойшы. Ой, деп қойды. Дейтін болды қой бұл кісіге. Бұрын директор дейтін ек бұл. Өзгеріп кеткеннен кейін бір түрлі екен ғой. Қазір, Құдайға шүкір әйтеуір, Тұрсынбек жарыстырады, төбелестіреді, әйтеуір біріміз әйтеуір телевизорге шығады, жұлдыз қойып жіберді ғой. Өзгеріп кеткенсің ғой. Бұрын Қызылордада рейтинг бойынша, Қызылорданың құрметті азаматтарының ішінде мен рейтинг бойынша жоқ тұғым. Қазір екінші орында тұрмын. Бұрын екінші орында Илья Ильин тұратын тұғын. Содан кейін Мәдина Садуақасова, сосын бір кісі бар, оны танымаймын. Төртінші Қайсар футбол клубы тұратын тұғын. Бірінші орында Денис тұратын тұғын. Денис сериал ше тұрады. Қазір мен екінші орындамын. Екінші орындамын. Үшінші, төртінші не керегі бар маған? Кім тұрса отырсын. Шынымен де ғой. Бір түрлісінде енді. Гастроль бірыңғай. Концерт. 6 ай болды ауылға бармағаныма. Жақында барып қайттым үйге. Үйге барсам бұрынғы қанат емессің ғой. Бұрын жетте кірсе қаяқта жүрсің деп айқайлайтын мама жоқ. Ойбай, біздің ақ қанат келді дейді. Қанат келді ғой біздің. Кіріңіз дейді. Әйелім саламатсыз ба деп қойды. Папа, өзінше бүйтіп, өзінше бір звезда болды. Деп жүретін адам ғой. Ей, автомат, қанат қаласыз. Атым шатастырып отыр. Сиырлар, иттер автограф сұрап жүр менен. Бітті қойым бәрі. Үйге кірдім, үлкен балам жүгіріп шықты. Қанат ағай келді дейді ана. Әкесі екен ұмытып қалған ғой. 5 па 6 суретімді ұстап жүр. Деп тұр, әйелім айтам, мен сағынып қалған ғой мына бала деп. Жоқ, ол сіздің поклоннингіңіз дейді ана. Алдымда кішкентай ұлым жүгіріп шықты. Келді деп тілі байланып қалған. Әйелім айтам, мынау неғып тұр жүрмей қалды деп. Нұрали, ұлыма тұр енді. Нұрали, батам, мен папаң. Ке деп қой мұнаған. Бүйтіп тұр ана бала. Бұндық боқ қойған ана жерде. Нұрали, папа қой мен. Опа деп қойым. Әйелім айтты, мынау не болған? Ауырып қалған ба? Есінен тап қалған ба? Қуатып алдыңдар ма әлде? Әйелім айтып, оның әлі тілі шықпаған ғой дейді. Сөйт, жасқа толмаған екен ғой. Мен қайда ұмытып кеткен ғой мен. Өмірім рахат болып кеткен алаңыз. Қазір ауылда мені бұрын қанат дейтін тұғын. Қанат қалайсың дейтін тұғын. Қазір бүкіл қызылордалықтар менің атымды айтпайды. Сыр өңірінің бір туар тұлғасы дейтін болыпты. Еліміздің айнасы дейді. Бетке ұстар дейді. Бұрын ауылда жүрген кезінде көретін түсіме кіретін адамдар. Басқа ауылдың адамдары түгін. Әкімжан, жалғас дейтін, біздің ауылдың балдары Қастай братан деген. Ауылдың кейін бітпейт жүретін балдар солар кіретін да түсіме. Қазір басқа. Қазір түсіме Ерамбек Беспаев кіреді. Бәйтерек кіреді. Біртіндеп кірмейді, үшеуі бірден кіреді қазір. Ұйықтап атасың рахаттан. Түсіңе Роза Рымбаева кіріп келген кезде ат тұрасың. Енді жұлдыздар ғой, тұрып қарсы алмасаң ұят болады. Ұйқыңнан оянып, аналарды күтіп алу керек, шайын беріп шығарып саласың. Жақында Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов кірді түсіме. Кірді, бүйтіп кірді, шығып кетті қайттан. Түсімнің оформлениесі ұнамаған болу керек ол кісіге. Бірақ кет баратып айтты. Қанат деді. Қанат, сен түсіңе әңгіме жоқ. Көп адамдар кіріп жатыр. Жақында елбасы кіріп қалуы мүмкін. Шамалынан ішін дұрыстап, евроремонт істеп. Жарайды. Одан бері ұйқы жоқ.
ұйықтап жатасың, бір көзіңді ашып жатасың бүйтіп. Бүгін кіреді ау деп. Ремонт оформление бәрін істеп тастаған. Билборд, анау, бәрін іліп тастаған. Облыс әкімі күнде келіп тексеріп кетеді. Түсің қалай болып жатыр? Жақсы деп. Түсім жақсы, Құдайға шүкір. Жақында түсіме Құдай берген бекшіт дейтін көкем келді. Кіріп келіп бүйтіп. Өзімде жатқан кім келеді екен бүгін деп бүйтіп, аңдып атқан бүйтіп. Құдай берген бекшіт кіріп қалмасы бар ма? Ат тұрдым енді. Ел басында күтіп атқан адам Құдай берген бекшітті қалай күтеді? Неғып жүрсің дедім. Сен түсіңе кіріп жатыр екен ғой, кірейік деп едік дейді. Мен не түсім не? Кіріп шығып жүретін проходной двор ма сендерге? Мен өз-өзімді қазір өткен өмірім есіме түссе мен күлкім келеді кәдімгідей. Алдында концерттен шықтым. Осындай концертте Тұрсынбек бар, бәріміз, Аманғали бар, бәріміз. Атырауға концертке бардық. Екі қыз концерт біткеннен кейін шығып жатыр. Біз бригада ұқсап 8-імізге жатырық қой бүйтіп. Екі қыз жүгіріп келіп маған жабыспасы бар ма? Қанат ағай, можно сфотографировать дейді ана маған. Енді олар негізі можно фотографировать түсіндіріп айтып, мен айтамай тұрмын орысша. Можно дедім ана қыздарға. Бит қарақпам аналарға кісілерге дейді, қарақпам. Пышақ айналып жатыр ішіне. Құшақтап алып, қыздар, неге менімен түсіп отырсың? Тұрсынбек Аманғали бар ғой десем. Неге мені таңдадыңдар десем, сізбен түсіп суретіңізді есіктің алдына іліп қояйық деп едік дейді. Менімен түскендеріңді мақтанып па десем, жоқ, бөтен мал кіріп кетпесін деп қойды. Одан кейін суретке түспейтін болдым да мен. Автомат дейтін бар еді ғой. Ше? Құрдастарым білмейді оны. Құрдастарым телевизордан көрген ғой. Көріп бірден ертеңіне үйге келді. Қанат, сен автомат екенсің ғой дейді. Я, автоматпын. Қанат, охотаға барып қайтайық дейді. Менде мылтық жоқ қой. Автомат бар ғой сенде дейді. Жүр, барып қайтайық дейді. Көңілдерін қимадым, құрдастарым басақ барайық деп шығып кетіп қалдым. Бірақ шығып барады, автоматым оғын көріп алайын, осы қанша оқ бар екен деп магазин ашып көрдім, оқ салатын жерім. 20 оқ бар екен. Жетіп қалады шығар дедім да, охотаға бардым. Бір көлдің жағасына апарды, Сайкөл дейтін жер. Сайкөл, осы сайдың ішінде орналасқан өзі. 40 үйрек қонып отыр көлде. Балдарға, атсаңдар шықты, біздікі бір-ақ атар ғой, сенікі деген 10-15 атар, 20 атар атар, атпаш, қыртташ бәрін. Жарайды деп көзді жұмдым, мен негізі оқтайтын жер ғой. Мынау кетті ғой. Жетіп атыр. Әр жерде пүті шығады, патрондар шығады. Суға патрон пішші етіған. Көзім жаймен ашып қарасам, 40 үйрек өліп қалған. 20 өлет шығар деп атқам ғой, 40. Балдардың бәрі таңғалып жүр, ойбай сен қалай қырып тастадың бәрін? Сонда сен 2 үйректі бір оқпен атып атсың ба дейді. Білмеймін, мен де білмеймін деп. Магазинді ашып қарасам, менің 20-ға кіріп кетіппін әне жерде. Аналарға әттен әдет тоқан ертеңіне тағы келіп, охотаға барып қайтайық қанат дейді. Уақытым жоқ айналайын. Хабарда жұмысым бар деп қоясың. Не жұмыс ояқта? Жарайды, барсақ барып қайтайық деп. Айтмай, қолдарын тимейтін еді жігіттер, ренжімеңдер, маған өтініш сендер өздерің бала беріңдер, мен автоматым бер жіберейін сендерге деп. Жарайды деп. Мына жерден бұл құлақтың түбінен құйқақ несімен қосып бер жібердім өздеріне. Құлақтан ұстап алып кетті, рахмет, қанат ерте әкеліп береміз деп. 20-30 оққа салып жібердім. Окопты қазған көлдің жағасына бардым. Жақ шығарып болған, үйрек қонған, қағалатқан ғой. Атып атқан, лес қостап атыр ғой, инспекторлар. Жағында болған, документ жоқ. Бір ай жүрдім аламай. Мама қуанып жүр, жағың қарыспайтын, жақсы болды ғой деп қойды. Папа маманың ар жағында қуанып жүр, 2 жыл лишонға жіберсе екен деп қойды. Мамайды деп қойды. Аламай жүр, жақында алдым. Қорғаныс министрлік хабарласып жатыр маған. Саламатсыз ба, сіздің жағыңыздың үлгісін алайын деп едік дейді. Болмайды дедім, сендер бейбіт түрде пайдаланатын қару бұл. Сендер қырасыңдар, жоясыңдар деп бермей қойдым. Тұрсынбек әкелді ғой, осы театрға әкелгеннен бастап жалғыз сұрап жүрдім ғой мен. Жанымды таппай жүрген сияқты болдым. Бір көлде өзінен өзі сыңарынан айырылған аққудай болып жүрдім ғой. Соны сезген болу керек Тұрсынбек, мінекей бүгін сыңарымды қосты мен қасыма.
Заттыбек деген көкемді. Зат дегеннің орысшасы қалай? Қандай? Виш, орыстар Вишбек дейді екен. Шымкентте Заттыбек дейді екен. Батыста Низаттыбек дейді екен. Низаттыбек. А бүкіл қазақ тойының королі болған азамат Заттыбек Көпбосынұлы, иди судаға.